Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздердің дастархандарыңыздың көркін кіргізетін әдемі бір пирогтың рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Дәмі ауыздан кетпейтін карамельный пирог пісіретін боламыз. Бізге қажетті ұн, жұмыртқа, сары май, қант, разрыхитель. Ең алдымен қантымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, араластырып, жақсылап езген соң, аз-аздан ұнымызға разрыхителімізді қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Келесі салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына біз жұмыртқамызды, сгущенка және қаймағымызды қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Қалауымызша грек жаңғағын қоссаңыздар болады. Мен өзім грек жаңғағын қолдандым. Грек жаңғағын сақтап турап аласыздар. Астына салып, салмамызды құйып, пешке 180 градуста 30-35 минутқа пісіретін боламыз. Үстіне өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен крем чизбен әрлеп шықтым. Жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Ас болсын.